Достар, қалайсыңдар? Бүгін мен Аяз Би деген ертегімен байланысты өзімнің сұрақ-жауап деген блогымды жалғастыратын боламын. Және бүгінгі талданатын сұрағымыз осындай болады. Халық не үшін жаманды Аяз Би деп атады? То есть спрашивается, за что народ назвал жаманы Аяз Би. Жауабымызды сіз видеоның астында көре аласыздар, және жауабымыз осындай болады. Жаман таққа мінген соң ешбір соғыссыз 5 хандықтың қонысын біріктіріп, ел арасында достық орнатыпты дейді. Әр ханның адамдары өз елінен әділдік таппаса, бұған келіп қосыла беріпті. Аяз Би әділ болды, тура берекет, нашарларға қарасты. Сол уақыттан бастап әділдігі үшін 5 ханның елі жаманды Аяз Би деп атап, сол аты өлілгенше қалды. Енді барлығын аударайын. То есть жаман после того, как сел на трон, без никакой войны объединил 5 ханств, установил дружбу. Люди, которые не видели справедливости у своих ханов, присоединялись к жаману. Он был очень справедливым и давал поддержку бедным. За это и назвал народ жамана Аяз Би. Болды достар, сау болыңыз.